Grammar News 31 unit бүгінгі тақырып must, mustn't және don't need to. Бұлардың мағыналары мынандай. Must дегеннің мағынасы бірдеңе істеу міндетті. Міндетті. Так, mustn't деген істеуге болмайды. Болмайды. Тыйым салынған. Don't need to ол не обязательно істемесе де болады. Істемесе де болады деген мағына береді. Енді оны қалай қолданамыз? Бірінші must'ты көрейік. Must'тың формуласы бізде мынандай. Бастауыш болады, сосын must, сосын етістік. Етістік бізде бірінші формулада болады. Оған ештеңе қосылмайды. Мағыналары мынандай. I must. Да? I need to do it. Маған оны істеу керек. Істемесем болмайды. I'm very hungry. Мен өте ашпын. I must eat something. Мен бірдеңе жеуім керек. Жемесем, мысалы, бірдеңе болады. It's a fantastic film. Бұл керемет фильм. You must see it. Сен оны көру міндеттісің. То есть, до того күшті фильм, сен оған бару керексің. Деген мағына. The windows are dirty. Терезелер кір. We must clean them. Біз оны тазалау керекпіз. Тазалау міндетіміз. То есть, до того кір болып кеткен, тазаламасақ болмайды. Енді, for the past, егер өткен шақта істеу керек едік деген болса, онда had to. Must деген осы шақ, had to деген өткен шақта қолданылады. Істеу міндетті, істеу керек едім деген мағына. I was very hungry. Мен аш едім. I had to eat something. Мен бірдеңе жеу керек едім. Өткен шақ. We had to walk home last night. Біз жүру керек едік үйге. Өткен түні. Жаяу жүру керек едік. Енді mustn't. Mustn't деген mustn't дегеннің қысқарған түрі. Mustn't do something, значит, оны істемеу керек. Или запрет бар, то есть маңызды, оны істемеген маңызды. Мысалы, I must hurry, мен асығу керекпін. I mustn't be late, мен кешігуге болмайды. То есть маған кешігу болмайды. I mustn't forget to phone Jane, мен ұмытпау керекпін Джейнға звондауды. Ұмытпауым керек. Be happy, бақытты бол. You mustn't be sad. Сен бақытсыз болмау керексің. Келесі. Don't need to. Don't need to деген ол маңызды емес, істемесе де болады. Мысалы, I don't need to go yet. Маған бару маңызды емес әлі. То есть бармасам да болады. I can stay a little longer. Мен кішкене қалсам болады. You don't need to shout. Саған айғайлау керек емес. I can hear you. Мен сені ести алам. Енді don't need to дегенде тағы да don't have to десеңдер де болады. Оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Оның да мағынасы істемесе болады. You don't have to go yet. Саған бармаса болады әлі. I can stay. Да, маған бармаса болады әлі. I can stay a little longer. Мен кішкене көбірек қала алам. Окей? Енді мынақты тапсырмалар бар. Тапсырмаларға көшейік. Мынада must және мына етістіктерді қолдану керек. Так, көрейік. Мына етістер білесіңдер ғой. Be болу, eat жеу, go бару, learn үйрену, meet кездесу, wash жуу, win ұту. I'm very hungry. Мен өте ашпын. I must eat something. Мен бірдеңе жеу керекпін. Marilyn is a very interesting person. Merrily өте қызықты адам. You, her. Сен оны. Ол қызық адам, сен онымен танысу керексің, кездесу керексің. You must meet her. My hands are dirty. Мен қолдарым кір. Мен оларды жуу керекпін. Wash. I must wash them. You, сен, to drive. Айдауды. It will be very useful. Бұл өте пайдалы болады саған. Машина айдауды сен үйрену керексің, да? You must learn to drive.
Бесінші, I to the post office, почтовый, то есть почтаға, I need some stamps, маған маркалар керек. Маған бару керек да, I must go. Почтаға. The game tomorrow is very important for us. Ертеңгі ойын бізге өте маңызды. Біз ұту керекпіз. We must win. You can't always have things immediately. Сен әрдайым заттарды сразу ала алмайсың. You patient, сабырлы болу керексің. You must be patient. Енді must немесе had to қолдану керек. Біріншісі, I had to walk home last night. There were no buses. Автобустар болмады, сол үшін мен I had to өткен шақта last night. Осы шақ немесе өткен шақ қолдану керек. It's late. Қазір кеш. Go now. Қазір. Егер қазір болса, значит осы шақ. It's late. I must go now. I don't usually work on Saturdays. Мен суббота күндері жұмыс істемеймін. But last Saturday, бірақ өткен суббота, өткен, это значит өткен шақ. Значит, I had to. Get up early tomorrow. Ертең, I've got a lot to do. Менде көп зат бар. Ертең, егер ол ертең болатын болса, значит, I must болады. Так, I must осы шаққа және болар шаққа тоже қолданады. I went to London by train last week. Өткен апта Лондонға пойызбен бардым. The train was full. Автобус толы болды. And stand all the way. Жол бойы мен тұрдым. I went өткен шаға. Last week өткен апта. Was тоже өткен шақ. Значит, I had to. I was nearly late for my appointment this morning. Мен почти кешіктім өзімнің записіма осы азанда. Run to get there on time. Ол жерге уақытында жету үшін мен жүгіру керек болдым. I was, да, өткен шақ. This morning. Осы азанда тоже өткен шақ, поэтому I had to болады. I had to. I forgot to phone David yesterday. Мен ұмыттым звондауды Дэвидқа кеше. Phone him later today. Бүгін кешірек звондаймын. Значит, бұл бізде өткен шақ емес, бұл бізде будущеде, болашақ. I must. Келесі, мына жерде mustn't, don't need to. Осы екеуінің біреуін қолданамыз. Mustn't деген бізде істеуге болмайды. Don't need to істемесең болады. Нәретістер, forget ұмыту, go бару, hurry асығу, lose жоғалту, немесе ұтылу, phone звондау, wait күту. Бірінші, I don't need to go home yet. Маған үйге бармаса да болады. I can stay a little longer. Мен кішкене қалсам болады. We have a lot of time. Бізде көп уақыт бар. Көп уақыт бар болса, бізге асықпауға болады. We don't need to hurry. Бізге асықпаса болады. Keep these papers in a safe place. Мына қағаздарды қауіпсіз жерде ұста. You them. Сен оларды жоғалтпау керексің. Да? Жоғалтпау керек. Ол маңызды зат. Істеуге болмайды. You mustn't lose them. Енді I'm not ready yet. Мен әлі дайын емеспін. Бірақ сен, but you for me. Мен үшін. You can go now. Сен қазір кете берсең болады. I'll come later. Мен кешірек келем. Сен мені күтпесең де болады. You don't need to wait. Біз to turn off the lights, светті өшіруді before we leave. Біз кетпес бұрын светтерді өшіруді ұмытпау керекпіз. Ол маңызды. Ұмытпасақ та болады емес, ұмытпау керекпіз. Значит, we mustn't forget. Okay, дальше. I must contact David. Мен Дэвидке хабарласуым керек, бірақ мен оғанды I can send him email.
оған имейл жіберсем де болады. Оған звондауым не обязательно. I don't need to phone. Okay? Келесі. Find the sentence with the same meaning. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 және ABCD дегеннің мағыналары бірдей сөйлем табу керек. Мысалға бірінші, we can leave the meeting early. Біз кете аламыз жиналыстан ерте. Біріншісі е деп тұр. We don't need to stay until the end. Біз соңына дейін қалмасақ та болады. Екінші, we must leave the meeting early. Біз кету керекпіз, жиналыстан ерте. Кету керекпіз. Да? Мәжбүрміз, соны істеу керек. Енді, we couldn't stay until the end. Біз соңына дейін қала алмадық. Жоқ, қала алмадық өткен шақ қой, couldn't. Значит, can't. We can't stay until the end. Біз соңына дейін қалуға рұқсат жоқ. Қала алмаймыз деген сөз. Екінші болады. We mustn't leave the meeting early. Біз істеуге болмайды. Кету да бізге кетуге болмайды. Жиналыстан ерте кетуге болмайды. We must stay until the end. Біз соңына дейін қалуға мәжбүрміз. Үшінші А. We had to leave the meeting early. Біз істеу керек едік, да, кету керек едік. Жиналыстан ерте, өткен шақ. Енді біз қала алмадық болады. We couldn't stay. B болады. We don't need to leave the meeting early. Біз жиналыстан ерте кетпесек те болады. We don't деген осы шақ. То есть бізге не обязательно ерте кету. Значит, can stay until the end. Соңына дейін қала аламыз. D. Келесі мына жерде. Соңғы тапсырма must, mustn't, had to, don't need to. Must істеуге мәжбүрмін. Mustn't істемеуге мәжбүрмін. То істеуге болмайды оны. Had to мен істеуге мәжбүр едім. Өткен шақ. Don't need to. Маған істемесе де болады. Осы шақ. Үшінші. The restaurant won't be busy tonight. Ресторан занят болмайды осы түні. То есть көп адам болмайды. We reserve a table. Столға бронь жасау. Егер адам аз болмаса, значит бронь жасау керек па, керек емес па? Керек емес. We don't need to. Барсақ все равно бос орын болады деген сөз. Енді, I was very busy last week. Өткен апта мен өте қолым бос емес еді. I work every evening. Әр кеш жұмыс істеу керек. Last week өткен шақ керек едім. I had to. I want to know what happened. Мен не болғанын білгім келеді. You tell me. Сен маған айтып беру керексің. You must. You, сен, tell, айту, Sue, what happened? Sueға, сен айту керексің. Sueға не болған? I don't want her to know. Мен оны білген қаламаймын. Значит, айтпау керексің. Мен оны қаламаймын. You mustn't. Мен, Харри, асығу немесе мен кешігем. Мен асығу керекпін да. Мәжбүрмін. Мен асығу керекпін. Why were you so late? Неге сен соншама кеш болдың? I wait, мен кеш, күту, half an hour, жарты сағат, for bus, автобуста. Мен автобуста жарты сағат. Were you late? Өткен шақ, да? Мен мәжбүр болдым. I had to. Біз decide now, шешім қабылдау қазір. We can decide later. Біз сосын шешім қабылдасақ болады. Значит, қазір шешім қабылдау керек емес. We don't need to. It's Lisa's birthday next week. Лизаның туған күні келесі апта. I forget, ұмыту, to buy her present. Оған подарок сатып алуды ұмытпау керекпін. I mustn't. Окей? Так, бүгінге осы, келесі уақытта көріскенше.